Сәлем достар, менің өте дәмді тәбетті ашатын каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дайындайтын тағамымыз балықтың уылдырығынан құймақтар жасайтын боламыз. Кез келген өзіңізге ұнаған үйіңізде бар балықтың уылдырығынан жасай берсеңіз болады. Менде бұл сазан балығының уылдырығынан жасалған құймақтар. Осы құймақтың барлығын мен 15 минутта ғана жасап шықтым. Өте тез, оңай дайындалады. Сонымен қатар өте жақсы көтеріледі. Міне көріп тұрғандарыңыздай ортасы толықтай піскен және де барынша көтерілген. Дәмі енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менде мұнда тазаланған балықтың уылдырығы, сіздер үйде бар сеткадан балықтың уылдырығын өткізіп, қанынан тазалап алсаңыздар болады. Тазаланған уылдырықтың үстіне бір жұмыртқаны жарып саламыз. Келесі бір ас қасық лимонның согының үстіне осылай жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Осыны уылдырықтың үстіне құямыз. Қоспалардың барлық мөлшері нақтырақ сіздерге түсінікті болу үшін осы видеоның астына өтсеңіздер, описаниеде барлығы граммен жазылып тұр. Жақсылап тұрып, енді шанышқының көмегімен араластырып, дәміне қарай тұз және де қара бұрыш және де өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Ең соңғы процесс ұнды қосуды бастаймыз. Менің уылдырығыма 3-4 қасықтай ұн кетті. Енді әркімде әртүрлі болып шығады, әркімнің балығы әртүрлі, соған сәйкес уылдырық та әртүрлі болып шығады. Енді бұл жерде сіздер өздеріңіздің көз мөлшерге қарай салатын боласыздар. Кәдімгі үйде күнделікті дайындап жүрген құймақтың қоюлығындай болуы қажет. Видеода да көрсеттім мен қандай қоюлықта шыққанын. Міне осылай болып шықса жеткілікті. Сенімді емес болсаңыздар, тек қана бір құймақты пісіріп көруге болады. Егер де жабысып ағып кетіп жататын болса, онда тағы да кішкене ұн қосып жалғастыра бересіздер. Осылай кішкене мөлшерде май құйып, құймақтардың барлығын дәл видеода көрсетілгендей құйып шығамыз. Міндетті түрде қақпағын жауып пісіретін боламыз. Сонда құймақтар өте жақсы көтеріліп, ортасы да толықтай пісетін болады. Бетіне осындай тесіктер пайда болып, құймақ жақсы көтеріліп, асты қыза бастаған кезде екінші бетіне аударатын боламыз. Екінші бетіне аударғаннан кейін тағы да қақпағын жауып, астын жақсылап тұрып қызартып пісіреміз. Барлық құймақтарды дәл осы ретпен жасап шығыңыздар. Міне осылай өте керемет болып пісіп шықты. Барлығын осылай пісіріп болғаннан кейін өзіңіздің қалауыңызша әсемдеп дастарханға ұсына беруге болады. Сіздерге менің рецептім ұнайды деген ойдамын. Егер де осы рецептпен жасап көрсеңіздер, астына өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Қолдауларыңызға үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше.